Сәлем достар. Бүгінгі бұл видеода интернет желілерін және сим-картаның желісін тұрақтандырамыз. Неге екені белгісіз, барлық операторлар дәл бұл настройканы жайлы ешқандай ақпарат айтпаған бізге. Ол үшін алдымен настройкаға кіреміз. Xiaomi'ларда сразу сим-карта и мобильный сеть деп тұрады, ал Samsung'тарда ең жоғарыда подключение деген сөз шығады. Сол подключение ішіне кіру арқылы. Бірақ барлық настройкасы бір, тек жолдары әртүрлі. Сим-картаға кіреміз. Өзімізге керек сим-картаның үстін басып, мұнда точки доступа APN деген ішіне кірсек, менде Билайн абоненттің настройкасы тұр. Сол настройканың тұсында оң жақта мына бір значоктың үстін басып кірген кезде төмен жаққа барып тип аутентификация деген ішіне кіреміз. Бұнда барлығымызда по умолчанию дейді ғой, нет деген жазу шығады. Бізге керегі чап. Мұнда үш түрлі бар: пап, чап, пап или чап, екеуінің біреу автоматически қойылады. Мұнда интернет желісі мен сим-карта желісін тұрақты ұстап тұруға жауап беретін чап. Және бұл біткен жоқ. Біту үшін Samsung'тарда жоғары жақта, оң жақта үш нүктеше болады, ал Xiaomi'де астында еще деген батырманы басу арқылы сохранить дейміз. Және ішіне кіреміз. Сақталған біз көз жеткіземіз. Төмен жақта канал деген орналасқан. Сол каналдың үстін басып, не указано деген барлығы тұрады, оны алып тастап, астындағы сөздердің барлығын емес, мұндай F-B деген бар ғой, соған дейінгісін барлығын галочка қойып, окей батырмасын басу арқылы біз және бұны сақтаймыз. Ішіне кіріп көріп, бұны сақталғанымыз көз жеткіземіз. Канал сақталды. Барлық канал, біз қойған каналның барлығы сақталды. Міне осы екі настройка сим-картаның және интернет желісін связдарды тұрақты ұстап тұруға жауап береді.